Қазақстанның ғажайып мұраларының бірі алтын киімді адам. Алтын киімді адам есік обасының сақ қорғанынан табылған. Қорғанның қабірі қарағайдан салынған. Еденіне бір-бірімен қиюластырылып тақтай төселген. Тақтай еденге әр жеріне ұсақ алтын түймеше қаптырмалар тігілген, үлкен мата жайылған. Мата төсеніштің үстіне киімі басынан аяғына дейін алтын қаптырмалармен апталған сақ көсемі жатқызылған. Оған мерекелік салтанатты киім кигізілген. Басына күн құдайының белгісіндей қанатты аттар бейнеленген. Әшекеймен безендірілген биік үшкір бөрік кигізілген. Көсемнің қаруы ұзын қылыш пен қысқа қанжардан тұрады. Жанына алтынмен апталған қола тегенелер, ағаш табақтар, сабы жалпақ таспамен оралған қамшы, шағын жібек қоржын қойылған. Алтын киімді адам сақ мәдениетінің бірегей үлгісі.